Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім? Бүгін дәмдеуіш дайындайтын боламын. Осылай мұздатқышқа салып, қатырып қоясыздар. Жыл бойы тамаққа қоссаңыздар жарай береді. Қыстың қамын жаз ойла деп, жаздың уақытысында помидор, болгар бұрышы арзан кезде осылай дәмдеуіш дайындап алыңыздар. Ол үшін бізге помидор, болгар бұрышы, сәбіз, петрушка, укроп және аздаған чеснок қажет. Осының барлығын жуып, тазалап, дайындап қоямыз, және соны салатын қалташа қажет бізге. Енді таза ыдысымызды қойып қоямыз. Помидорды аламыз. Помидордың жара болған жерлерін барлығын кесіп алып тастаймыз да. Осылай қалағаныңызша 4 бұрышты, болмаса ұзынша етіп, помидорды тіліктеп, турап, дайындап алған ыдысымызға салатын боламыз. Қазір күздің уақытысы, помидордың азайған кезі, помидор сарғыш болсын, қызылы барлығын араластырып сала береміз. Не осылай тураймыз. Құрметті менің көрермендерім, каналыма тіркеліп алыңыздар. Қазақша каналға қолдау көрсетіңіздер. Күнделікті қарапайым үйдегі бар қолжетімді заттардан дайындалатын тағам түрлері өте көп, және де қазір банкінің сезоны, банка рецептілері де бар. Қарап кіріп көрсеңіздер болады. Келесі кезекте сәбізді тураймыз. Осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Бұл дәмдеуіш, әсіресе сорпа тағамына өте керемет кетеді. Жаңа піскен помидор сияқты болып тұрады, болгар бұрышы сияқты болып тұрады. Қыста сорпаға қосып дайындасаңыздар, сорпаның дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Және де қою тағамдарға да қоса бересіздер. Көп қылып дайындап алсаңыздар болады. Болгар бұрышында осылай ұзыншалап турап шығамыз. Болгар бұрышын ірі етіп турап қоссаңыздар да болады. Петрушка, укропты да турап алдық, және чеснокты да осылай майдалап турап шығамыз. Барлығын турап бір ыдысқа саламыз. Міне барлығын турап алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Енді осы дайындап алған дәмдеуішті жақсылап біркелкі етіп араластырып шығатын боламыз. Тұз, ештеңе қоспайсыздар. Тек көкөністерді турап салатын боламыз. Міне осындай қалташаға саламыз. Бір тағамға жететіндей етіп саламыз. Арнайы қалташа болса тіптен жақсы. Менде енді ол болмады. Сондықтан осындай қалташаға саламын. Аузын жақсылап байлаймыз.
барлығын осылай пакетке салып орналастырып шығамыз. Міне осымен дайын. Менде 8 пакет шықты кішкене табақшадан. Енді осыны мұздатқышқа салып қоятын боламыз, қатырып. Жыл бойы мұздатқышта сақталады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай әдемі дәмдеуіш шығады. Қатырып қойдық. Видео соңына дейін көргендеріңізге рахмет.